Бастап өтейін, атым Жолдаш Жәнібек. Шымкент қаласынан, Шымкент тумасын. Жасым қазіргі таңда 23-те. 4-ші курсты аяқтап жатқан уақытта Сүлейман Демирель университетінде біздің сыртқы қамтамасыз ету, сыртпен байланыс департаментінде біздің өзіміздің парақшамызда Инстаграмда Жас өркеннің жарнамасын Инстаграмға салыпты. Сол кезде қарағанымда түсіндім. Мүмкін осы мен үшін мүмкіндік, себебі 4-ші курс бітіріп жатқан таңда менде дайын тұрған жұмыс жоқ болды. Апрель, ол кезде сәуір айының уақытында еді. Сол кезде түсіндім, осы бағдарламамен тапсыру керекпін, осы бағдарлама мен үшін үлкен мүмкіндік. Ал қандай мүмкіндік? Ол әкесіз, туысқандарсыз өзіңді бұл өмірде бірінші үлкен қадам басудың мүмкіндігін көру, және де өзің былайша айтқанда ешбір таныссыз, ешбір қаражатсыз дегендей жұмысқа кіру болды. КТЖ Экспресс акционерлік қоғамының генеральный директор, бас директорының көмекшісі болдым жеке. Менің ол жердегі жұмысым енді тек генеральный директорге құқықтық экспертиза беруінде тұрады. Өзімде байқадым, Эйр Астанада бірінші сол неде болғанда, бірінші рет ол жердегі адамдарға мен ешқандай не көрсете алмадым өзімді нәтижемді. Бірақ одан кейін тырысуға, өзгеруге тырыстым. Соның арқасында осы соңғы компаниям Қазмұнайгаз, сол жерде мен өзімді толықтай көрсете білдім. Тәлімгерім маған өзі айтты, сен жасың 23-тегі бұл жас өркен бағдарламаға адамына ұқсамайсың дейді. Мен 10 жылдап жасап жүрген әріптестеріме теңсің дейді. Соған Аллаға шүкір, сондай тәлімгерлерім менің үлкен алғысын білдіремін. Кеңес сол, егер адам ондай графикпен жұмыс жасап үйренбесе, өзіңді қинауға үйренбесе, одан кету керек. Өмірлік ұстаным, мен өзім байқағаным, 5 компанияда болсам да, адамдармен әрқашанда бір қалыпты сөйлесу. Оны бөлмеу, бастық па, практикант па, әріптесің ба, жаңадан келген адам ба, бәрімен әрқашанда бір уақытта сөйлесу.